Сәлеметсіздер ме, балалар? Кезекті 2 классқа арналған дүниетану пәнінен сабағымды бастаймын. Сабаққа дайын болсақ, зейін қойып тыңдаңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қауіпті табиғат құбылыстары деп аталады. Сабақтың мақсаты табиғат құбылыстарын еске түсіре отырып, қолайсыз және қауіпті құбылыстарды жіктеу. Қауіпті табиғат құбылыстарының шаруашылыққа зиянын анықтау. Табиғат құбылыстарынан сақтану жолдарын үйрену. Жылдың 4 мезгілінде де табиғат құбылыстары болатынын білесің. Табиғат құбылыстары адам өміріне қандай қауіп төндіреді? Сен бүгінгі сабақта табиғат құбылыстарында қауіптің болатынын және одан сақтанудың жолдарын үйренетін боласың. Біз талапты баламыз, оқып білім аламыз, табиғат сырын ұғынып, ажырата аламыз деп, сабаққа дайындығымызды тағы да бір пысықтап алайық. Балалар, қоршаған орта үнемі өзгеріп отыратыны сендерге таныс. Қар жауады, немесе ериді, күн шуағын шашады, найзағай жарқылдайды, бұршақ жауады, жел соғады, жаңбыр жауып, кемпірқосақ шығады. Мұндай өзгерістерді табиғат құбылыстары деп атаймыз. Әр адамның күнделікті өмірі құбылыстарға толы. Құбылыс денеде болатын өзгерістер. Балалар, табиғат құбылыстарын білесіңдер. Ал кейбір құбылыстарды дыбысы арқылы ажырата аласыңдар ма? Ендеше байқап көрейік. Қане, мұқият тыңда. Бұл ненің дыбысы? Дұрыс, күннің күркіреуі. Күн күркірегеннен кейін жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Найзағай бұлттар мен жер арасында болатын алып электрлік ұшқынды разряд. Келесі дыбысты тыңдаңыздар. Бұл ненің дыбысы? Әрине, бұл желдің гуілінің дыбысы. Жер бетіндегі ауаның бір жерден екінші жерге ауысуы жел деп аталады. Ал енді, бұл ненің дыбысы деп ойлайсыңдар? Дұрыс, жаңбырдың жауған дыбысын да біледі екенсіңдер. Бұлтты құрайтын ұсақ тамшылар бірігіп, жерге жаңбыр болып жауады. Жыл мезгілдеріне байланысты табиғат құбылыстары өзгеріп отырады. Олар қолайлы да қауіпті құбылыстар болып келеді. Мысалы, жазда күн жиі бұлттанып, жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Жаңбыр басылысымен артынша кемпірқосақ шығады. Күй күндері аптап ыстықта болып тұрады. Күзде жапырақтар сарғайып түсе бастайды. Ызғар жел соғып, күн салқындайды. Соның салдарынан тұманды күндер де болады. Тіпті ақ жауын жауып, арты қатқақ күнге ұласады. Ал қыста қар борап, көктайғақ болады. Күн суытып, аязды күндер басталады. Таулы аймақтарда қар көшкіні болуы да ғажап емес. Көктемде су тасқыны болуы мүмкін. Қар еріп, өзендердің суы көтеріледі. Бұл жағдайда өзен суы да арнасынан асып, көпірлерді, жолдарды, үйлерді бұзуы мүмкін. Ендеше балалар, әрі қарай тапсырма орындап жалғастырайық. Мына табиғат құбылыстарын қай жыл мезгілдер болатынын сәйкестендір.
Дұрыс таптыңдар. Құйын жазда, өзеннің тасуы көктемде, көшкіндер қыста, тұман күзде болады екен. Мына суреттен балалар, табиғаттағы кейбір қауіпті құбылыстарды байқауға болады. Олар найзағай мен құрғақшылық. Найзағайдың неліктен қауіпті табиғат құбылысы екенін білу үшін келесі бейнебаянға назар аударайық. Найзағай табиғаттың қызық та әдемі құбылыстарының бірі. Алайда оның әдемілігі сізді қаншалықты таң қалдырса, соншалықты үрейлендіре де алады. Иә, ол кәдімгідей қауіпті. Статистика бойынша орта есеппен бір күнде 8 миллионға жуық найзағай жарқылдайды. Ал жылына аспан 300 миллионға жуық рет дүр сілкінеді. Мына картаға қараңыз. Жай оты жиі ойнайтын аймақтар сары қызыл түспен белгіленген. Көз ілеспес жылдамдықпен жарқ ете қалатын бұл оттың энергиялық күші 100 000 амперден асып түседі. Жыл сайын ормандар мен қалаларда өрт тұтынуына себепші болуының сыры осыда. Ол тоқ желілерінде істен шығарады. Керек десеңіз жасын адамға да тиеді. Ғалымдардың зерттеу бойынша әрбір 600 000 адамның біреуіне тиюі әбден мүмкін. Мүмкін деген сөздің астын сызып қояйық. Сонымен балалар, найзағайдың қандай қауіпті құбылыс екенін байқадыңдар ма? Ал күні бойы толассыз жауған жаңбыр адамдарға қиындық туғызса, бұршақ шаруашылыққа зиянын тигізеді. Сол себепті адамдар табиғаттың мұндай қолайсыз құбылыстарына үйреніп, одан қорғанып, сақтана білген. Балалар, тағы да басқа қауіпті табиғат құбылыстары табиғат апаттарына әкеп соғады. Олар жер сілкінісі, лай топырақ көшкіні, селдің жүруі, қар көшкіндері, су тасқыны, күшті дауылды жел, шаңды жел. Есіңде болсын, табиғи апат кезінде үйде болсаң, тұрмыстық құралдарды электр желісінен ажырат, су және газ келетін крандарды жап, жылдам әрі сенімді қимылда, дүрбелең салмай, сабырлы бол. Балалар, суретке мұқият қараңдаршы. Бұл суреттің ішінде қайсы қауіпті табиғат құбылысы? Дұрыс. Дауыл. Дауыл қауіпті табиғат құбылысы. Ал мына суретте қайсы қауіпті табиғат құбылысы? Бұршақ. Дұрыс таптыңдар. Бұршақ қауіпті табиғат құбылысы. Келесі суреттердің ішінде қауіпті табиғат құбылысын анықта. Жарайсың. Найзағай. Дұрыс таптың. Найзағайдың қауіпті құбылыс екенін біз бейнебаяннан көріп тамашаладық. Балалар, сендер қалада немесе ауылдан тыс жерлерде жүрсеңдер, далада ойнап жүрсеңдер, осындай табиғаттың қауіпті құбылысын байқасаңыздар, электр желісінің бағаналарына жақындама. Су астында көп жүріп алмай, үйге қайтуға тырыс. Суы жоқ құрғақ шұңқырлар мен жыраларға жасырын. Балалар, бүгін дүниетану сабағында қандай қауіпті табиғат құбылыстарымен танысқаныңды отбасы мүшелеріне әңгімелеп бер. Және отбасыңмен бірге қауіпті табиғат құбылыстарынан сақтанудың ережесін құрастыр. Осымен сабағым аяқталды. Сау болыңыздар.